Павлодар ауданы ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі Қазақстан Республикасындағы тіл саясатын іске асырудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру бойынша Павлодар ауданында іс-шаралар жоспарына сәйкес жұмыстар жалғасуда. Қазақстан Республикасындағы тіл туралы заң талаптарының сақталуы мен мемлекеттік тілді қолдану бойынша мониторинг жүргізу тобы кестеге сәйкес өз жұмысын жалғастырды. Осы жолы Шақат ауылының халыққа қызмет көрсету орындары, оның ішінде Қазпошта және медициналық мекемеде ілінген көрнекі ақпараттар тексерілді. Павлодар ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі мен басқа да халыққа қызмет көрсету орындарында ақпарат екі тілде ілінген. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша ақпараттардың екі тілде болуы мен көрнекі ақпараттың қазақ тілінде дұрыс жазылуы назарға алынды. Сондай-ақ, наурыз айында Павлодар ауданы ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі Қазақстан Республикасының егемендігіне 30 жыл толуы мен наурыз мейрамын мерекелеу шеңберінде «Мен қазақша сөйлеймін» акциясы мен «Қазақшаң қалай» конкурсы өткізілді. Оған ауданның әртүрлі жастағы өзге ұлт өкілдері қатысты. Барлық қатысушыларға диплом мен алғыс хат табысталды. Қазақ тілін насихаттау бойынша жұмыстар жалғасатын болады.